Сеулден келген кәріс жігіт Қазақстанды аралау үшін қазақ тілін үйреніп алған. Армысың қазақ елі, Назарда Экспресс жаңалықтар. Еншімізде 1 минут кеттік. Кәріс жігіттің есімі Сангок, бірақ өзіне қазақша ат қойып алған. Берік деп атайды өзін. Оңтүстік Кореядағы Сеул қаласынан келген екен. Берік жаңағы Сангок Қызылорда облысына келген. Жергілікті тұрғын жігіттің қазақшасына аузы ашылып видеоға түсіре бастаған. Ассалаумағалейкум, менің атым Сангок, қазақша атым Берік. Қазақшасы базар жоқ, грамотно, четко сөйлейді екен. Сангок қазақ жерін, табиғатын көріп қайтпақшы. Қазақ тілінде арнайы жаттап алған екен. Сіз жаңа мен орысша сөйлеп жатсам, қазақша айтыңызшы дегенде таңғалып қалдым. Ана тілі ғой. Иә. Сангок Қазақстан Орта Азиядағы ең бай мемлекеттердің бірі екенін білетінін айтуда. Енді Батыс Қазақстанға барып, табиғатына тамсанып қайтпақшы. Сангокқа ақ жол тілейік. Көріп қалсаңыздар, қазақша амандаса жүріңіздер. Ақпараттың толық